Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін сіздермен бірге біз қабыну тақырыпты талқылаймыз. Қабыну бұл патофизиологиядағы маңызды тақырыптардың бірі. Сол үшін асықпай отырып конспектілеп түсініп алыңыздар, өте пайдалы білім беремін деген ойдамын. Қабыну дегеніміз не? Қабыну бұл ағзаның зиянды әсерлерге қарсы қорғаныс реакциясы. Яғни ағзамызды зиянды әсерлерден қорғайды екен, қабыну арқылы. Солай ағзамызда яғни ауру туады әрине, бірақ ол бактерия вирустарды жою арқылы иммунитетіміз онымен күреседі екен. Вот этиологиясына келетін болсақ, ол экзогенді және эндогенді этиологиялардан тұрады. Мен сіздерге мына жерде экзогенді этиологияларды көрсетіп қойдым. Физикалық, химиялық, биологиялық, механикалық және этиологияларына байланысты. Физикалық электр, температуралық, химиялық заттар, биологиялық бактерия, вирустар, механикалық бұл қолымызды кесіп алу, травмалар, осылар механикалық жаңағы этиологиясы бойынша жатыр. Одан бөлек қосымша әсер ететін факторлар бар. Ол факторларға біздің иммунитетіміз жатады. Иммунитетіміз түсіп кететін болса, ауру туу болжамы жоғары болады. Одан бөлек салқын температура, мысалға күн салқын кездері біз жиі тамағымыз ауырып, жөтеліп, мұрнымыздан су ағып, жаңағы вирус жұқтырып алуымыз мүмкін, тұмау болуымыз мүмкін. Осы одан бөлек ыстық температуралар әсер етуі мүмкін. Әртүрлі, немесе тамақты аз жеу деген секілді факторлар әсер етеді. Бұл факторлар мына этиологиялық себепке жағдай жасап береді. Сол арқылы этиологиялық себеп әсерін жоғары белсенділікте көрсетіп қабыну тудырады екен. Жалпы қабынудың сатылары бар екен. Бұл біріншісі альтерация сатысы, одан кейін екінші эксудация, үшіншісі пролиферация сатысы. Альтерация сатысы бұл тіннің зақымдануынан және сол жердегі қандағы сұйықтықтар шығам дегенше жүретін саты, бұл альтерация сатысы. Екіншісі мынау қан тамыры болады. Мысалы, қан тамырды өткізгіш тартып сұйықтық шығады бұл жерге, бұл эксудация сатысы екен. Үшіншісі, осы жердегі жаңағы этиологиялық себепті жойғаннан кейін осы жердегі қалдық заттарды, осы эксудаттарды жою, және бұл жерде тіндер зақымдалды ғой, вот мысалы некрозға ұшыраған тіндерді жою, сол арқылы ол жерге фибробласттар активтеніп, дәнекер тіні қалыптасып, қайтадан сол тінді қалпына келтіру. Үшінші сатысы бұл пролиферация сатысымен жүреді екен. Қабынудың сатылары үш сатысы. Қабынудың мына 5 белгісін міндетті түрде жаттап алыңыздар. Біріншісі қызару. Білеміз, мысалы қолымызды кесіп алса, ол кесіп алған орын қызарып тұрады, вот қызару. Екіншісі температураның көтерілуі. Температура, біздің дене температурамыз қалыпты 36-та 7 болатын болса, осы нормадан жоғарылап кетеді. Одан кейін ауырсыну бұл ноцицепторлар, нелерге, нерв тіндеріне байланысты, ауырсуын сезетін именно ноцицепторлар дейтін нервтер бар. То есть рецепторлар нервтердің ұштарында. Вот осылар ауырсуын сезеді. Одан кейін ісіну, енді эксудат шыққаннан кейін, осылай түзу тұрған теріміз, мына жерде сұйықтық шыққан кезде осылай ісінеді, шешкі болып. Вот осы ісіну дейді. Одан кейін қызметін бұзылса, қайтын қабыну жатыр. Вот сол жердің қызметі бұзылады. Мысалы, 90-нан астам пайыз ауру қабынумен жүреді. Соңына ит деген жалғау жолдаймыз. Мысалы, гастрит, менингит, көп пневмонияда қабыну ауруы. Бұл аурулар, мысалға, пневмония болса біздің тыныс алуымыз қиындайды, ми болса мидың бұзылыстары болады, гастрит болса біздің асқазанымызда, осы жаңағы сол жердің қызметінің бұзылысы болады екен. Енді бұл жерде мен сіздерге в основном патогенезін мықтап түсіндіргім келеді. Өйткені мына тұрған клиникалық белгілер патогенездің негізінде шығады. Патогенезге мен сіздерге талдап берем, осы белгілерді шығарып берем патогенезден, қалай туындайды. Енді патогенезіне тоқталайық. Мынау бактерия. Бактерия мына жақтан сырттан түсті. Түскеннен кейін біздің жасушаларымызда макрофагтар бар. Вот макрофагтар келеді осы бактерия жаққа, бактериямен танысады. Бұған жалған аяқшалар түсу арқылы бактерияны қоршап алады. Қоршап алды. Бактерияны өзіне шақырып алды. Вот шақырып алғаннан кейін ол онымен танысып, өзінен цитокиндер бөледі. Интерлейкин 1, ТНФ альфа дейтін, бұлар цитокиндер. Енді бұлармен қалай танысады екен? Міне,
кіргізіп алды. Мынау мына жерде қызылмен белгіленген. Міне мынау тұрған біздің бактериямыз ішіне кірді, андай түйіршікке қоршап алды да бұны, гранул. Вот осының ішінде бактериялар бар. Мына жерде бактерия бар. Вот енді осы бактерия біздің жаңағы макрофагтардың енді ядросы бар ғой, ядросында хромосомалар бар. Именно 6-шы хромосома. 6-шы хромосомада MHC1, MHC2 дейтін осындай гистосәйкестік кешендер бар. Яғни бұл біздің тінімізге сәйкес келе ма, бұл біздікі ма, или біздікі емес па, соны қарайды. MHC1 в основном трансплантацияда жұмыс жасайды екен. Яғни мысалға бүйрек ауыстырып жатыр деген естисіздер, бауыр ауыстырады деген. Вот біреудің жүрегін салады деген секілді. Вот осы трансплантация, бөгде адамның органын керек адамға салады деген секілді. Вот осы кезде MHC1 жаңағы кешені, гистосәйкес кешені, ол тінді біздікімен сәйкес келе ма, соны тексереді екен. Егер сәйкес келмесе, ол тінді жойып тастайды екен, ол тінді жойып тастайды. Вот осы үшін бізде иммунодепрессанттар дейтін бар. Бұл яғни иммунодепрессанттар, яғни осындай депрессанттар, яғни иммунитетті төмендетіп отыру арқылы жаңағыдай трансплантацияда қолданады екен. Одан кейін екіншісі MHC2 дейтін кешен бар екен. MHC2 бұл не істейді? Мына енді бұл ядрода орналасқандықтан өзінен осындай зат бөледі, антигенмен байланысады. Мына қызыл түйіршіктер бұлар антигендер бактерия. Осы бір антиген алады да, мысалы, осылай сыртқы қабырғасына шығарып қояды. Кейін біздің жасушаларда одан бөлек Т лимфоцит дейтін жасушалар бар, Т лимфоциттер бар. Вот осы шығарып тұрған, міне мынау тұрған, яғни шығып тұрған осы антигенге, антидене макрофаг қосып алды ғой енді. Оны сыртқа шығарып, осыған Т лимфоцит өзінің рецепторымен, көкпен белгілеп қойып, өзінің рецепторымен байланысады да, активтенеді. Лимфоцит андай сары жанып активтенеді. Активтенгеннен өзінен интерлейкендер бөлді. Интерлейкендер міне IL1, IL4, IL5 дейтіндер. Вот мына жердегі міне интерлейкин 1, ТНФ, альфа, бұлар да цитокиндер, бұлар да бөлінеді осы жақтан, Вот бөлінді. Енді бөлінгеннен кейін бір бөлігі қанға кіріп, қандағы Б лимфоциттерді активтеткен. Жерім жасылмен плюс қойып қойын. Активтет. Б лимфоцит өзінің түрін өзгертеді екен. Түрін өзгертіп, міне плазмалық жасушаға айналады екен. Енді плазмалық жасушалар бұлар өздерінен иммуноглобулин өндіруге қабілетті. Міне иммуноглобулин Е, иммуноглобулин G, иммуноглобулин М дейтін иммуноглобулиндерді өндіреді. Бұл иммуноглобулиндерді былайдан белгілейміз, в основном Ö сияқты, Вот осы иммуноглобулиндер енді не істейді? Иммуноглобулиндер бұл қанда жүр ғой, вот міне қан табан қабырғасында осындай мес жасушасы дейтін жасушалар бар. Вот мес жасушаларының міне қабырғасына келіп отырады екен. Қызылмен отырғызайық. Жоқ, көкпен осылай отырады екен. Вот отырды. Бұл мес жасушасының қабырғасына отырады. Мес деп жазып қояйын. Мес жасушасы. Вот енді мынау тұрған бактерия бар ғой, осы антигендердің бір антигені осыған байланысады екен, міне қызылмен белгілеп қойдым. Антигені, яғни бұл бактериялар экзотоксиндер өндіреді, сол экзотоксиндер бұларды антиген ғой. Сондықтан олардың бір бөлігі отырады да, мес жасушаларында ішінде мынандай гранулалар болады, түйіршіктер. Вот осы түйіршіктер жарылады. Жарылаттан не бөлінеді? Ішінен медиаторлар бөлінеді. Медиаторлар. Қандай медиаторлар? Гистамин, гепарин, лейкотрен дейді. Одан бөлек простагландиндер бөлінуі мүмкін, Вот осындай медиаторлар бөлінеді. Енді бұл медиаторлардың біздің керегі в основном гистамин медиаторы, Гистамин не істейді? Басында, басына қайта айтайын. Мына бактерия түскеннен кейін сол жердегі қан тамыр басында қысқарады. Вазоконстрикция болады басында. Вазоконстрикция, конс деп қойын, Вазоконстрикция, яғни тамырлар тарылады басында. Ол ұзаққа созылмайды, Бірден осы біздің иммундық жасушаларымыз активтенгеннен кейін, медиаторлар бөлінгеннен кейін, яқта арахитон қышқылында айтам, вот ояқтан простагландиндер бөлінгеннен кейін, мынау вазоконстрикция уже неге айналады? Вазодилатацияға айналады.
бұл уже кеңейеді. Вазодилатация. Вазодилатация. Кеңейткен, мына гистамин медиаторымыз осы қан тамырларды кеңейтеді. Кеңейтеді, қан тамырларды кеңейтеді да қанның келуін жоғарылатады осы аймаққа. Және гепарин бұл қанды сұйылтады екен, простагландин тоже қанды кеңейтеді. Және одан бөлек қан тамырының қабырғасында осындай простагландин I2 дейтін бар. Яғни басқаша бұны простациклин деп атайды. Простациклин деп те атайды. Осы қабыну кезінде простациклиндердің бөлінуі жоғарылайды да, бұл да қан тамырының өткізгіштігін арттырады және қан тамырды кеңейтеді екен. Жаңағы одан бөлек қазір басқа да қан тамырының кеңею жолдарын айтатын боламын. Осылар кеңейіп қан тамырының өткізгіштігін арттырады екен. Осылай арттырады. Бұл жерде қан көптеп келеді, кейін стаз болады екен бұл аймақта, стаз. Яғни стаз деп отырмыз қанның іркілуі. Сол қабыну болып жатқан аймақта қан тамыры кеңейіп, сол жақта қанның іркіледі, стаз болады екен. Енді бұл жерден тоқтады екен. Енді қан көп келгендіктен, қан тамыры кеңейіп кеткендіктен, қан көп келді, еще стаз болып тұр, қан іркіліп тұр. Осы жерге қан көп келгенде қып-қызыл болып тұрады. Міне қызару дейтін белгі осыдан пайда болады. Плюс қойып қояйын қасына, қызару осыдан пайда болады сол аймақ. Білеміз, қолымызды кесіп алсақ қызарып тұрады. Сондай. Одан кейін мына тұрған интерлейкин 1-дің өзінің жолы бар, интерлейкин 1 не істейді? Бұл қандағы лейкоциттерді активтейді. Соның ішінде нейтрофиль, моноциттер, бұл интерлейкин 1 эндотелийден өтіп қанда жүрген міне нейтрофиль дейді, моноциттерге сигнал береді да, сол арқылы хемотоксисін тудырады, яғни иммундық жасушалардың хемотоксисін тудырады. То есть лейкоциттердің хемотоксисін тудырады. Енді хемотоксис белгілі бір кезеңдерден өтеді. Мына жерге жазып қояйын мен. Хемотоксистің кезеңдері бар екен. Бірінші кезеңі маргинация. Маргинация дегеніміз не? Бұл жақындау деген сөз. Интерлейкин 1, IL-1 деп қояйын, IL-1. Осы моноцит нейтрофильге әсер еткеннен кейін, оларда осындай селектин лиганды дейтін, яғни мына сыртында қызылмен тұр, төбесінде қарамен тұр, осындай лигандалар бар. Осыларды АЕ деп қояйын, активті емес күйден, сары жанып тұр, активті күйге айналдырады. Селектин лигандалар. Және одан бөлек қан тамырларының қабырғасында, яғни эндотелийлерде міне көкпен белгілеп қойған, және жасылмен белгілеп, яғни П, Е дейтін селектиндер болады. Ана лиганда дейтін осы рецепторға байланысатын зат, осы селектин лигандамен осы П, Е дейтін селектиндерді активтейді. Ол қалыпты жағдайда активті емес болады. Тек қабыну кезінде активтенеді екен, түсінікті болғанша. Енді осы селектин лигандалар осы П, Е селектиндерге келеді, жақындайды екен. Бұл эндотелийге жақындап жатыр, яғни бұл маргинация заты, хемотоксистің маргинациясы. Активтемесе активтеп жүр. И мына қызыл тұрған бізде селектин лиганды байланысты. Мына тұрған П, Е дейтін селектиндермен. Бұл бірақ әлсіз байланыс, ажырап кетеді екен, ажырауға бейім, әлсіз байланыс. Енді екіншісі хемотоксистің бұл роллинг дейді. Қазір бұл мына тұрған төбесіндегі қарасы енді астыға кетеді екен. Мына қызыл жоғары қарай айналады екен осылай. Яғни оны айналуы жүреді, роллинг дейді. Хемотоксистің екінші кезеңі бұл роллинг кезеңі. Роллинг. Яғни нейтрофиль айналады екен, осылай айналады екен. Міне, қарасаңыздар, уже келесінде төбесіндегі қара П-Е селектинмен байланысты, және қызыл төбеге кетті, міне. Осылай. Енді бұл жерде маңызды бір нәрсе көріп тұрсыздар, міне мына тұрған зат, бұл не? Мына тұрған макрофаг, жаңағы бактериямен танысқаннан кейін, мына жерде танысқаннан кейін өзінен хемокиндер бөледі. Міне жасылмен суретін салып қойдым. Өзінен хемокиндер бөледі. Хемокиндер жазайын. Хемокиндер бөледі. Хемокиндер бұлар эндотелийге өтеді екен, ішкі қан тамырдың ішкі қабырғасына өтеді да, қан тамырдың ішкі қабырғасында осындай протеогликандар бар, қарамен ағаш сияқты суретін салып қойған, міне. Осылардың басына келіп отырады екен, міне мына жерге келіп отырады да, нейтрофиль П-Е селектинмен байланысқаннан кейін бұл да жаңа нейтрофильге әсер етеді да, оны активтейді екен. А деп жазып қойдым, активтейді нейтрофиль. Қалай активтейді? Соны түсінейік. Мына тұрған міне мынау зат, мен мына жақта жазып қойған, міне
бета интегрин дейтін нәрсе бар. Міне бета интегрин. Бұлар суретте қарасаңыздар осылай басы иіліп тұр, иә, осылай. Бұл активті емес күй, міне басы иіліп тұр. Осыны активтейді. Қалай активтейді? Бұны түзу қылып жібереді. Как келесі суреттен көресіздер, міне. Мына жерден байланысқаннан кейін бұл тағы айналады. Қызыл уже астыға кетеді, қара үстіге кетеді екен, міне қара үстіге кетеді. Енді міне көріп тұрсыздар, бета интегринді активтейді. Мына төбесінде сарымен бүйтіп белгілеп қойған, яғни активті күйге ауысты. Бета 2 интегриндер. Вот бета 2 интегрин активтенгеннен кейін бұл тағы да роллинг жасайды. Мына қызыл қайтадан үстіге кетеді, яғни әлі айналып жатыр, иә. Қара астына кетеді. То есть қара астына кетпейді бұл кезде, мына бета интегриндер байланысады. Бұл кезде бета интегриндер байланысады. Көрдіңіздер, қара да қызыл да уже үстінде қалды, иә. Мына жерде. Қара да қызыл да үстінде қалды. Жаңағы көкпен белгіленген бізде бета интегрин, бұл мына аймақта, яғни өзінің рецептормен байланысқан екен. Енді бұл қалай байланады? Жаңағы мына активтелді ғой, активтелгесін ол байланыса алады. Яғни өзінің лигандаларымен міне байланысады, отырады өзінің лигандаларына. Солай бұл уже үшіншісі кезең адгезияланады, жабысады. Яғни бұл кезде бағана әлсіз байланыс болса, бұл кезде күшті байланыс болады, мықты байланыс болады. Мықты байланыс, адгезия, жабысты уже эндотелиге. Үшіншісі, яғни роллингтен кейін бұл бұл адгезия. Адгезияланды, иә. Енді келесі. Одан бөлек эндотелийде пекам дейтін молекула бар. Яғни бұл да ақуыздық молекула, иә. Осы пекам немесе SD31 деп те аталады. Бұлар міне жасылмен белгілеп қойдым. Бұлар нейтрофилдің қабырғасына бекінеді екен, өйстіп бекініп алады да. Бағана біздің гистамин, простагландиндер, бұлар қан тамырының өткізгіштігін арттырды ғой, иә. Вот қан тамырының өткізгіштігін қалай арттырады? Міне, екі эндотелиоцит болса, екеуі бірімен байланысты. Осыны, яғни қысқартады, эндотелиоцитті кішірейтеді да, ортасында поралар қалыптасады. Осы арқылы өтеді екен, иә. Міне, нейтрофиліміз уже анау пекам немесе басқаша SD31 деп аталады. Міне, осы молекулалармен байланысады да, яғни оның диапетесі жүреді. Мына жер уже диапетес, төртінші кезеңі диапетесіне қарасып қояйын. Хемотоксистің келесі несі адгезиядан кейін бұл диапетес. Яғни ол нейтрофил өзіне жалған аяқшалар түседі. Жаңа бірінші пекамдармен байланысқаннан кейін жалған аяқшалар түсіп, олар эндотелиоциттердің арасына кіреді да, осылай кіріп, яғни қозғалады екен, иә. Яғни қан тамырының ішкі бетінен сыртқы бетіне өтеді. Сыртқы бетіне өткеннен кейін бізде білеміз, барлық қабырғаларда базальды мембрана дейтін бар. Базальды қабат дейтін бар. Базальды мембрана. Мембрана деп жазып қояйын. Вот. Осыдан өту керек екен. Осыдан өту үшін не істейді? Нейтрофилдер өзіне коллагеназа дейтін фермент өндіреді. Коллагеназа мына жерді тесіп жібереді да, сосын әрі қарай нейтрофилдердің өтуіне жағдай жасайды екен, иә. Моноциттердің өтуіне жағдай жасайды да, олар өтеді. Міне. Өтті, мына жерде. Олар өтті. Енді келесі осы нейтрофилдер, жалғыз нейтрофилдер ғана өтіп жатқан жоқ қой, иә, бұл жерде. Басқа да заттар бар. Ол не заттар? Енді соларды талдайық. Ол заттар, яғни қанның сұйықтығы да өтеді, қандағы белокта, басқа да белоктар да өтеді. Осылай, мына жаққа сұйықтық өтіп жатыр. Бұл жер ісінеді, иә. Не, эксудация сатысы осы. Эксудация еще ісіну. Не, бір белгісі тағы пайда болды, иә. Ісінді. Вот енді нейтрофил, шыққан нейтрофил енді не істейді? Мына шыққан нейтрофил енді белоктарда шығады дедік қой, соның бірі фибрин, фибронектин дейтін белоктарда шығады. Оларда да дәл жаңағыдай бета 2 лигандалар бар, және бета 2 интегриндермен байланысып, яғни сол жерде нейтрофилдер жинақтайды. Бұл әлі қабыну ошағына барған жоқ, яғни экстрацеллюлярлы аймаққа жиналады. Бір сигнал келген кезде, ол патогенез, ол механизм түсіндірем. Вот сол кезде ғана қабыну ошағына барады екен, бактерияларға қарай қозғалады екен. Енді осы жерден тоқтайық. Және бұл жерде енді қысым көп деп эксудаттар шығып жатқасын, бұл аймақта енді нервтер бар ғой.
ноцицепторлар. Вот осыларды қысады, сүйекті қысады да бұл жерде ауырсыну сезімін тудырады. Яғни бұл тағы бір белгісі, қабынудың үшінші белгісі ауырсыну дейді. Енді бұл түсінікті деген ойдамын, иә. Осы жерден тоқтайық. Енді не істейді? Мына тұрған интерлейкин 1 дейтін зат. Так. Қазір. Міне. Мына тұрған интерлейкин 1 деген зат, міне, мына тұрған интерлейкин 1. Бұл мына тұрған нейтрофил мен моноциттегі бар дедік қой. Одан бөлек тағы бір жолы бар екен, иә. Оны мына жерден көрсетейін. Міне, мынау жаңағы біздің макрофагымыз. Макрофаг өзіне жаңа интерлейкин 1, міне. Ой. Интерлейкин 1, ТНФ альфаны бөлді ғой. Вот осы интерлейкин 1 тағы бір жолы бұл бауырға барады екен. Міне, бауырға барады. Бауырға барады да бұлар белоктардың синтезін активтеп белоктар түсіп береді. Яғни белоктардан не түзіледі? Комплемент жүйесі. С1-ден С9-ға дейінгі комплемент жүйесі түзіледі екен. Енді сіздерге қазір комплемент жүйесі туралы айтады. Так. Комплемент жүйесі міне. Комплемент жүйесі бұл былай. С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9-ға дейін белгіленеді екен. Енді олар қалай түзіледі? Бағана біздің иммуноглобулиндеріміз, олар жаңағы мешшашыларынан бөлек бактериялардың антигеніне отырады екен, отырып алады. Енді жаңағы бауырдан комплемент жүйесі түзілді. Ең бірінші осы С1, жаңағы біздің комплемент жүйесіндегі С1 осы иммуноглобулиннің FS фрагментіне байланысады екен. Кейін С1 өз кезегінде активтейді нені? С2-ні және С4-ті. С2-ден, яғни бөлінуін қамтамасыз етіп, екі нәрсе бөледі екен. С2А және С2Б. С4-те де дәл солай. С4А, С4Б-ны бөледі. Енді С2А мен С3А қосылады да, плюс екеуі қосылып С3-ті түседі екен. С3 өз кезегінде екіге бөлінеді. С3А-ға және С3Б-ға бөлінеді екен. С3А-ға және С3Б-ға бөлінеді екен. Енді С3А қаяққа кетеді? С3А-ны көрсетейін қаяққа. С3А мына аймаққа келеді. Мына жаңағы экстрацеллюляр аймаққа шыққан нейтрофилдер бар ғой, соған келеді да, сигнал береді да, яғни тағы да бұл нейтрофилдің қозғалысын қамтамасыз етеді. Оны сіздерге түсіндіремін, иә. Бізді комплемент жүйесін бітіріп. Вот, енді С3А жаңағы жаққа кетті дедік, ал С3Б-ны мына жерге салайын суретін. Мына бактерия болатын болса, осының беткі қабырғасына отырады екен. С3Б отырады. Кейін бұл жақта нейтрофилді келгендіктен осы С3Б отырған жаңағы заттарды таниды да оны жояды екен. Иә? Ол қалай? Қазір көрсетейін. С3Б өз кезегінде одан бөлек С5-тен С5А, С5Б-ға бөлінеді. Енді мынаны қараңыздар. С5Б-дан кейін С6, С7, С8, С9 кетеді. Енді сіздер мынаумен түсініңіздер. Мен қайтадан суретін салайын. Мынау бактерия. Кетті. Үлкейтіп салайын бактерияны. Примерно. Мынау С1, С4 кетеді, С2 кетеді, С3Б кетеді. С3А ол сыртқа шығып кетіп қалады жаңағы аймаққа. Одан кейін С5 бар, С5Б, одан кейін С5А дейтін бар, С5А, бұл да кетіп қалады. Одан кейін С6, С7, С8, С9, вот осылай. Енді осылай қайшымен қиған секілді бұл мына С3Б тұр ғой, осы аймақтан қиып тастайды екен. Былайынан қиып тастады деп есептеңіздер. Енді мына С5Б, С6, С7, С8, С9 қосылады екен. Не түзеді? Түтікті түзеді, түтік түзеді осындай. Міне, мына суреттен қарасаңыздар, міне С5Б, С6, С7, С8, С9 қосылып түтік түзеді. Ортасында міне мына жақ түтік қуысы болып табылады. Мына аралықтар қосылады екен, осылай қосылып кетеді. Вот, енді осындай пораларды түзеді да, осындай пораны түзеді. Бұл С5Б-дан С9-ға дейін
бұл түтік бактерия қабырғасына келеді да теседі, бактерия қабырғасын тесіп осындай түтікті кіргізеді. Кіргізгеннен кейін енді түтіктің ортасы тесік қой енді. Вот сырттағы сулар, H2O, натрий, тұздар мынаған кіреді екен, осы түтік арқылы кіріп бактерияны ісіндіреді да жарып жібереді екен. Жарып жібереді, жойып жібереді, жарып жойып жібереді екен. Вот осындай әсер көрсетеді. Бұл С5Б-дан С9-ға дейінгі комплемент жүйесі. Жаңағы С3Б мынау тұр, оны бөлек сызайын. Мынау бактерия С1, С4, С2, міне С3Б. С3Б-ның басында рецептор болады. Енді нейтрофиль келгеннен кейін осы С3Б рецептор бар нейтрофильде. Нейтрофильде осындай рецептор бар. Осымен байланысып, мына бактерияларды жаңағыдай фагоцитоз үшін жояды екен осылай. Фагоцитозда болады, сосын ары қарай жойып тастайды екен. Бұл комплемент жүйесінің қызметі. Комплемент жүйесі түсінікті болды деген ойдамын. Иммуноглобулиндер қай жақтан түсірілді? Ол жаңағы мына жақта Т лимфоциттер, Б лимфоцит активтеді, одан кейін плазматикалық жасушаға айналды, одан кейін GME дейтіндер түзілді екен. Вот осылай. Енді мен мына жерде өшірейін. Вот мынау жаңағы С3А мына жерге келді дедік, жаңағы мына жаққа, мына жаққа келді. Бұл уже хемотоксистағы активтейді. Хемотоксис дегеніміз жаңағы нейтрофильдердің қаннан жаңағы тінге шығады, тіннен ары қарай қозғалып қабыну ошағына келуі. Мына С3А-ны хемоактрант дейді. Хемоактранттар дейді. Одан бөлек бұл жерде интерлейкин 8 жатады хемоактрантқа. Ол да бөлінеді жаңа макрофактордан. Және мына жерде қазір көрсетейін. Міне LTB4 дейтін нәрсе бар, оны түсіндірем. Осы LTB4 тоже хемоактрантқа жатады екен. LTB, яғни лейкотрийин B4 дейтін. Енді мына нейтрофильді мына жерге суретін салайын қайтадан. Осылай суретін салдық нейтрофиль. Нейтрофильдің қабырғасында осындай белокты рецептор бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, яғни 7 трансмембраналық рецептор бар. Осы рецепторға мыналар әсер етеді. Осындай хемоактранттар. Сөйтіп рецепторды тітіркендіреді. Рецептор бұл G белокпен байланысқан. Тітіркендіргеннен кейін бұл импульсты G белокқа жібереді. G белок активтенгеннен кейін бұл өз кезегінде киназа дейтін фермент бар. Вот соны активтейді. Киназа не істейді? Кальцийдің жиналуын, яғни нейтрофильдің ішінде кальцийдің деңгейін жоғарылатады. Кальций не істейді? Білеміз, әрекетті шақырады, қозғалысты шақырады да мына тұрған жаңағы экстрацеллюлярлы аймаққа шыққан біздің нейтрофиліміз қозғалып барып мына жақтағы жаңағы бастапқы міне бактерияларға келеді екен. Сөйтіп оны қоршап алады да, яғни фагоциттайды. Енді фагоцитоз процесін түсіндірейін сіздерге. Фагоцитоз процесі қалай жүреді? Фагоцитоз процесі былай жүреді. Мынау нейтрофиль. Мына жақта міне бактерия тұр. Жаңағы бұл рецепторлармен байланысқаннан кейін С3Б, және одан бөлек жаңа С3А-ның көмегімен келді. С3Б рецептормен байланысады, өзінен жалған аяқшалар түседі. Өйстіп екі жалған аяқша түседі екі жағынан. Енді мынау ішкі бетіндегі беті бұл бір-бірімен байланысады, сырты бір-бірімен байланысады да, осындай бір домалақ гранулаға қоршап алады да, мына жерді кейін өшіріліп кетеді, осылай өшіріліп кетеді. Вот міне осындай бір грануланың ішіне түсіп алады. Міне грануланың ішіне түсіп алады. Және одан бөлек нейтрофильдердің ішінде лизосома болады, міне жасылмен. Вот лизосома. Мынау жаңа қоршалып алған бұл фагосома дейді. Фагосома. Мынау лизосома. Кейін бұл екеуі қосылады, міне. Екеуінің қабырғалары қосылады да, екеуінің ортасы ашылады да, мына лизосомалық фермент. Лизосоманың ішінде лизосомалық ферменттер бар, осы лизосомалық ферменттер мына бактерияларды ыдыратады. Бұл екеуінің қосылуы, міне мына қосылуы бұл фаголизосома деп аталады. Фаголизосома деп аталады. Бұл екеуі қосылады.
сөйтіп бактерияны ыдыратқаннан кейін міне қызыл қара бұл уже ыдыратып тастады, қалдық өнімдерін қалдырып тастады. Осы қалдық өнімдерін кейін шығарып жібереді екен, иә. Вот осылай ыдырататын яғни фагоциттау процесс жүреді екен. Фагоцит процесс жүреді екен. Енді сіздерге тағы бір түсіндіретін, мынау бактерия қабырғасында, то есть мынау нейтрофильдің қабырғасында орналасқан рецепторлар екен. Жаңағы 7 трансмембраналық рецептор дейтін мынау тұр, иә. 7 трансмембраналық рецептор. Бұған N-фармил метионин ақуызы, хемокиндер, липид медиаторлар әсер етеді. Одан бөлек интерлейкен 8 дедік, иә. Осылар LTB, ликотрин Б4, 7 трансмембраналық рецептор әсер етеді да. Яғни жаңағы диабетес, қан тамырдан шығуына және хемотоксид, жаңағы бактериялардың қасына, қабыну ошағына келуін жоғарылатады екен бұлар. Осы рецептор. Келесі басқа толлайк дейтін рецептор тұр. Міне толлайк қызылмен суретін қойдым. SD4 дейтін рецептор бар. Осы рецепторлар мына бактерияның қабырғасында, бактерияда міне жасылмен бөліп қойдым. Бұлар липополисахаридтер, міне ЛП, ПГ, протеогликандар, яғни белок көмірсулар, одан кейін липидтер бар. Вот осылармен байланысқаннан кейін рецептор тітіркенеді. Не, көкпен бегенімен тітіркенді да екеуі бірге қызмет атқарады, толлайк екеуі. Вот цитокиндер міне ИЛ1 мен ТНФ альфаның бөлінуін қамтамасыз етеді, арахидон қышқылын жоғарылатады, қабынуды жоғарылатады. Міне интерлейкен 1 ТНФ мына жерде екен, иә. Значит, міне мына жерде. Жаңа бактерия ең басында келді, мынаумен танысты дедім ғой, ол қоршап алды дедім. Вот осы кезде интерлейкен 1 бөлінді дедік, иә. Осы интерлейкендердің бөлу шығуы бұл міне SD14 толлайк рецепторларының көмегімен тітіркенеді. Ол әрі қарай осындай цитокиндердің бөлінуін қамтамасыз етеді. Одан бөлек міне цитокиндер интерферон гамма дейтін өзінің рецепторы бар, және фагоциттік рецепторы бар. Бұлар фагоциттік рецепторлар қозғаннан кейін бұлар супероксидтерді активтейді. Супероксид лизосомалық ферменттерді активтейді. Кейін фагоцитозда уже қызмет атқарады, бұлар активтеледі да. Кейін жаңағыдай қармап алды. Мыналар супероксид пен лизосомалық ферменттер дайындалды. Солай міне мына жерде фагоциттік қызмет атқарады. Лизосомалық ферменттер бар дедік, жасыл, және одан бөлек бос радикалдар бар. Осылар активтен бактерияны жояды екен. Енді мынау супероксидтер түзілуін көрсетеді. Жалпы бұларды бос радикалдар дейді. Бос радикалдар дейді. Олар оттегі туындылар болуы мүмкін, немесе нитрат туындылар болуы мүмкін, яғни азот туындылар. Супероксид дейтін бұл яғни оттегі туындылары, ал супернитрат дейтін жаңағы нитрат туындылар, азот туындылар. Супероксидтегі не жатады? Оттегі, яғни супероксид анионы, пероксид водорода, яғни гидроксил ионы жатады. Енді осы қалай түзіледі олар? Мынау нейтрофильдің қабырғасы, қабырғасы деп алайық, сарымен белгілейік. Осы қабырғасында міне көкпен белгіленіп тұр. NADH дейтін нәрсе болады. NADH оксидаза дейтін ферменттің көмегімен NADH-ке айналады екен да. Өзіндегі сутек ионын сыртқа шығарып жібереді екен. Кейін оттегі, кәдімгі біздің оттегіміз барлық жерде бар ғой, плюс зарядталар. Вот осы сутек ионның көмегімен бұл яғни оттегі минус ионға айналады екен. Яғни супероксидке айналады екен. Енді осы оттегі O2 минус супероксид ионы супероксид дисмутаза дейтін ферменттің көмегімен міне H2O2, яғни пероксид водородқа айналады екен. Енді пероксид водороды әрі қарай екі нәрсеге айналуы мүмкін. Біріншісі, ол хлор ионымен қосылып, яғни хлороксил радикалын түзуі мүмкін. Яғни миелопероксидаза дейтін ферменттің көмегімен хлормен қосылып, осылай мына жерде хлороксил радикалын түзуі мүмкін. Бос радикалын, және одан бөлек міне темір, феррум плюс 2 дейді. Осы ферруммен байланысып, яғни бұны фентоз реакциясы дейді. Фентоз реакциясы, яғни гидроксил, мына жерде енді 2H, 2O бар ғой. OH несі радикалын біреуін қосып алады да, біреуін бөлек шығарып жібереді. Осылай. Вот гидроксил радикалы пайда болады да. Вот мынау хлороксил радикалы, гидроксил, ортасында жаңағы біздің жаңағы пероксид водород барлығы мына бактерияны жоюшы әсер көрсетеді. Жояды. Бос радикалдар бұлар яғни бактерияның қабырғасын зақымдап жойып жібереді. Бұлар өте белсенді заттар, сондықтан бұл
жаңағы бос радикалдар қалыпты жағдайда негізі шықпайды. Тін зақымдаған кезде, когда қабырға зақымдаған кезде босанып шығады екен. Және одан бөлек нитрат туындылар бар екен, иә, нитрат туындылар. Ол L-аргинин дейтін бізде амин қышқылы бар. Осы амин қышқылынан NO түзіледі екен. NO түзіледі. Осы NO мына жақта жаңағы оттегі 2 минус дедік қой жаңағы. O2 кәдімгі оттегі бұл H ионның көмегімен жаңағы супероксид анионын айналады дедік. Супероксид анионның біреу ғана емес қой, бірнеше көптеген түзіледі. Соның бір бөлігі мына азотпен қосылады екен да. Осындай, яғни ноксидисинтаза дейтін ферменттің көмегімен қосылады екен да. Осындай, яғни пероксинитратты түзеді екен. Нитратты түседі. Бұл да бос радикалдарға жатады. Бұл да бактерияны жоюшы қызмет атқарады екен. Бұл бос радикалдар. Бұл бос радикалдар қан тамыры. То есть кез келген жасуша зақымданғанда шығып кетуі мүмкін, және ол мына тұрған лизосомалардың іштерінде болады екен. Бұл басқаша оксиданттық жүйе деп аталады. Оксиданттық жүйе дейді аталады бұл жүйе. Оксиданттық жүйе. Вот осыған қарама қарсы оксиданттық жүйе дейтін бар. Антиоксиданттық жүйені, оксиданттық жүйені басып отырады, бір-біріне қарама қарсы қызмет атқарып отырады. Яғни оксиданттық жүйе активтенсе, антиоксиданттар осыларға қарсы жұмыс жасайтын басады екен мәселелер. Ал қабыну кезінде бұлар күшейіп кетеді, сондықтан біз антиоксидантты препараттар береді екенбіз, иә. Енді мына жерді түсіндірейін сізге. Мынау біздің мысалға жаңағы теріміздегі біздің кез келген жасушалар бұл фосфолипидті қабаттан тұрады. Енді жаңағы біздің алғашқыда зақымдалған жеріміз, повреждение болған жер. Осы жерде мысалы бактерия түсті дедік. Бактерия өзіне эндотоксиндер бөлді дедік, қызылмен белгіленген. Эндотоксиндер бөлді. Эндотоксиндер мына жасуша қабырғаларына әсер етеді да, мына фосфолипидті қабатты жояды екен. Кейін фосфолипидтер бөлінді ғой. Фосфолипидтер бұл фосфолипаз А2 ферменттің көмегімен арахидон қышқылына айналады екен. Арахидон қышқылы түзіліп кетеді екен. Енді арахидон қышқылының тағы жолдары бар. Арахидон қышқылының 2 жолы бар міне. Простагландиндер түзілуі мүмкін, және ликотириндер түзілуі мүмкін. Егер де оған циклооксигеназа 1, циклооксигеназа 2 дейтін ферменттер әсер етсе, простагландиндер түзіледі екен. Простагландиндер міне простагландин G2 дейді, G2 түзіледі, сол 2 әсер етіп, ол простагландин H2-ге айналады. Кейін эндотелий жасушаларында бұл простагландин А2 синтаза ферменттің көмегімен простагландин А2-ге айналады екен. Простагландин А2 деп отырғанымыз жаңағы қан тамыр қабырғасында орналасқан, міне жаңа айттық біз. Міне простациклин деп айттық. Міне осы екен, осы активтенеді. Бағанағы мына жақта бізде бактерия түскен кезде барлығы бірге жүріп жатыр ғой, бұл процестер. Макрофаг тануы, арахидон қышқылының түзілуі бәрі бірге жүріп жатыр, иә. Осылар түзіліп боламын дегенше басында вазоконстрикция болады дедік. Осылар түзілгеннен кейін барып қан тамыр кеңейеді дедік. Вот осылай әсер етеді. Енді простагландин А2 не істейді дедік, жаңа вазодилатация, қан тамырды кеңейтеді, тромбоциттердің агрегациясын төмендетеді, яғни қанды сұйылтады екен, тромбоциттер, яғни қан ұюына қарсы жұмыс жасайды екен. Қан ұйып қалмауы керек, қабынуды жүргізу керек екен. Енді егер де тромбоциттер активтенетін болса, тромбоксан А2 түзіледі. Бұл тромбоксан синтаза дейтін ферменттің көмегімен. Бұл жерде уже вазоконстрикция, қан тамырлар тағылады. Тромбоциттер агрегациясы жоғарылайды, яғни қан ұйиды. Бұл қай кезде? Бұл қабынудың соңғы сатыларында активтенеді екен бұл тромбоксан синтаза. Одан бөлек PGE2 дейтін бар. Бұл вазодилатацияны шақырады, қызуды көтереді екен, температураны көтереді, ауырсыну тудырады, міне нодирецепторларға әсер етеді, ауырсыну тудырады. Жаңағы ауырсыну тек қана біздің жаңағы шыққан сұйықтықтар ғана тудырмайды, осы простагландин E2 тудырады. Одан кейін тамыр өткізгіштігін жоғарылатады екен. Және одан кейін меш жасушаларында простагландин D2 бөлінеді. Жаңа меш жасушаларында біз гистамин, гепарин, простагландин, ликотирин бөлінеді дедік қой, осы простагландин D2 бөлінеді. Бұл да вазодилатация, қан тамырды кеңейтеді, тамыр өткізгіштігін арттырады, бронхоспазм, егер жаңа бронхтарда болады мысалы, және хемоактивтанттық қызмет атқарады, нейтрофильдердің хемотоксисін белсендіреді. Оны жаңа айттық. Мына жерде жаңа комплемент жүйесімен бірге қосылып, міне С3А мен қосылып, міне мынау тұр, бұл жерде простагландиндерді шақырады екен. Вот IL-8 дейтін, вот осылардың барлығы.
Енді егерде арахидон қышқылына 5 липооксигеназа дейтін фермент әсер етсе, 5 HPETE дейді, 5 гидропероксиэйкоза тетраеной қышқылы түзіледі екен. Бұл қышқылы екіге бөлінеді, лимфоксиндер түседі және лейкотриндер түседі. Енді лейкотриндер LTA4 түзіледі екен. Бұл LTS4 синтаза ферменті әсер етсе, LTS4-ке айналады. Ол дипептидаза көмегімен LTD4, LTE4-ке айналады. Бұлар бронхоспазмды, вазоконстрикция, тамыр өткізгіштігін қамтамасыз етеді екен. Видео ұзаққа созылып жатқасын шығып кетіп жатыр. Вот, түсінікті болған шығар, бронхоспазм, вазоконстрикция, тамыр өткізгіштігін тудырады. LTD4, LTE4. Егерде бұған LTA4 синтаза әсер етсе, онда LTB4 түзіледі. Бұл хематоксис жоғарылатады, нейтрофилдің эндотелиге адгезиясын жоғарылатады екен. Адгезияны білеміз. Бағана мына жері, мына жерде адгезияланды дедік. Осыған да әсер етеді екен, LTB4. Вот осылай бұл арахидон қышқылының жолы. Одан бөлек мынандай 12 лог дейтін жаңағы 5 гидропероксиэйкоза тетраеноикқа әсер етсе, LH4, LHB4 түзіледі. Бұлар нейтрофилдердің адгезиясын төмендетеді, хематоксис ингибирлейді. Бұлар уже пролиферация сатысында, пролиферация сатысында. Уже қабыну басылып жатыр, яғни жойдық деп сигнал береді да, осындай осылар бөлінеді. Соның нәтижесінде нейтрофилдердің адгезиясы төмендейді, хематоксис яғни оның келуі тоқтатылады да, сол арқылы қабыну уже пролиферация сатысына әрі қарай жазылуға жүреді екен. Бұл арахидон қышқылының жолын түсіндік. Енді сіздерге мына жерді тағы түсіндірейік. Мына макрофаг жаңа интерлейкин 1, ТНФ альфа бөледі дедік. Осылар енді тағы басқа неге әсер етеді? Жаңа бауырға әсер етті. Бауырда белоктарды синтездеді. Одан бөлек С-реактивті белок дейтін түзіледі бауырда. Осы интерлейкин 1-дің әсерінен бауырда С-реактивті белок түзеді. Яғни ол қанға түскеннен кейін белсенеді. Сарымен белгілеп қойдым, белсенді. Белсенеді да, қанда не бар? Фибриноген бар. Осы фибриногенмен байланысады. Яғни қанда білеміз эритроциттер бар. Мына тұрған эритроциттер. Мен эритроцит суретін қайтадан салайын. Мынау эритроциттер, екі эритроцит деп алайық. Олардың сырты, яғни теріс зарядталған. Осы CRB белок фибриногенмен қосылған кезде бұл мына эритроциттерге әсер етіп, сыртын оң зарядтап жібереді. Соның нәтижесінде теріспен минуспен плюс қосылады, екеуі бір-біріне жабысады. Мына екі лейкоцит осылай жабысып қалады да, не істейді? Екеуі тұнады. Сондықтан эритроциттердің тұну жылдамдығы жоғарылайды, яғни ЭТЖ жоғарылайды. ЭТЖ жоғарылайды. Яғни С-реактивті белок. Яғни диагностикада маңызды, бұл қабыну кезінде қан анализінде CRB, С-реактивті белок жоғарылайды, және ЭТЖ жоғарылайды. Қалай жоғарылайтынын түсініңіздер. С-реактивті белок бұл интерлейкин 1-дің көмегімен әсерінен бауырда түзіледі. С-реактивті белок фибриногенмен Ф-мен қосылады да, бұл ЭТЖ-ны тудырады, ЭТЖ-ны жоғарылатады екен. Механизмі осылай. Енді мына тұрған ТНФ альфа не істейді? ТНФ альфа, тумор некрозис фактор альфа дейді. Бұл гипоталамусқа барады, миға барады да, не істейді? Гипоталамустағы жылу реттеу орталығына әсер етеді да, температураны жоғарылатады. Яғни қызу көтеріледі. Бұл жаңағы қабынудың тағы бір белгісінің бірі. Температура көтерілді. Жаңа ноцицепторлар ауырсынуды айттым. Енді келесі қызметін бұзылса, кез келген енді ағза зақымданғаннан кейін ол жердің қызметі бұзылады. Мысалы, өкпе болатын болса, тыныс алу қиындайды. Сондай. Енді мен сізге рецепторларды түсіндірдім, оксидтерді түсіндірдім, барлығын түсіндірдім. Енді мынандай нәрсе бар, каликрин кинин дейтін жүйе бар. Мына жер жаңа қабырға. Осы повреждение болды дедік. Осы кезде бізде қан ұю жүйесінде 1-ден 13-ке дейін факторлар бар, қан ұю жүйесінің факторлары. Осының именно 12-ші фактор хагеман фактор дейді, міне жасылмен. Осы хагеман фактор активтен, яғни қан тамыр зақымданғаннан кейін хагеман фактор активті емес күйден активті күйге айналып кетеді, активтеніп кетеді. А деп қойдым астына, активтеніп кетеді. Активтеніп кеткеннен кейін бұл прекаликрин дейтін бар. Яғни прекаликрин дейтін бар белок. Осы прекаликринді каликринге айналдырады екен.
колликринге айналады. Яғни бұл қан ұю жүйесі болғандықтан, кез келген тін зақымданғандықтан, яғни қанды ұйытып ол жерде тоқтатып тастау керек. Сол үшін хагемон фактор активтеніп тұр. Енді прекаликринді колликринге айналдырғаннан кейін колликрин не істейді? Енді колликрин кининоген дейтін белок бар, соны кининогенге әсер етіп брадикининге айналдырады. Енді брадикининнің қызметтері мынандай: вазодилатация, қан тамырды кеңейтеді, тамыр өткізгіштігін жоғарылатады, ауырсынуды тудырады екен. Ауырсыну тудырады. Жаңағы ноцицепторларға тағы бір әсер ететін бұл жаңағы брадикинин екен. Брадикинин. Одан бөлек жаңағы эксудаттар қысады дедік. Эксудаттар қысады дедік. Вот. Жаңағы одан бөлек жаңағы біздің міне PGE2 дейтін бар ғой. Міне простагландин E2. Простагландин E2. Осы заттар ноцицепторларды қоздыру арқылы ауырсынуды тудырады. Вазодилатация. Бұл да яғни бұл жерде түсінетін жайт макрофагтардың бактерияларды тануы, одан зақымдалған жерде енді зақымдап кірді ғой теріні болсын, бір тінді болсын, одан арахидон қышқылы сол мезетте бөлінеді. Мына жақта хагемон факторы 12-ші фактор бөлініп жатады. Жаңа жақта интерлейкиндер шығып жатады. Мына жақта межшашшылар қан тамыры өткізгіштігін арттырады. Арахидон қышқылында жаңа простагландин қан тамыры өткізгіштігін арттырады. Брадикинин де қан тамыры өткізгіштігін арттырады. Барлығы бір мезетте жүріп жататын процесс болар. Просто мен енді бірден барлығын бір мезетте түсіндіре алмағандықтан енді кезек-кезекпен түсіндіресің өйстіп. Вот осылай колликрин кинин дейтін жүйе бар екен. Осылай қабынуды жоюға процесс атқарады. Ең біріншісі мынау қан тамыр зақымданды, жаңа интерлейкиндер бөлінді, тыл лимфоциттер танысты. Бұлардың барлығы жаңағы вазоконстрикция болды деген, бұлардың барлығы яғни альтерация сатысы. Жаңағы цитокиндер, медиаторлар бөлінуі, бұлар альтерация сатысы. Екіншісі эксудация сатысында мына сұйықты қан тамыры өткізгіштігін арттырды, жаңағы медиаторлар әсерін көрсетті, цитокиндер әсерін көрсетті, нейтрофильдер келді, қан тамыры өткізгіштігі артты, мына эксудация сыртқа шықты. Вот бұл эксудация сатысы. Одан кейін бізде не бар? Одан кейін үшіншісі пролиферация сатысы бар. Енді пролиферация сатысын мынаумен түсіндірейін сіздерге. Міне мынау моноцит немесе нейтрофиль деп аламыз. Егер оларға микробтар, ТНФ, бета дейтін жаңа медиатор бар, вот осылар әсер етсе, бұл классикалық жолмен кетіп қалады. М1 деп атайды. Классикалық жолмен кетеді. Жаңағы біздің міне оттегі супероксид оттегілерін, супернитраттарды, лизосомалық ферменттерді активтейді. Бұл қабынуды, фагоцитозды стимулдап микробтарға қарсы әсер етеді. Интерлейкин 1, 12, 23 хемокиндерді бөліп патологиялық қабынуға алып келеді екен. Бұл моноциттің бір жолы. Бұл жаңағы альтерация және эксудация сатысына келеді екен. Келесі, егерде моноцит енді қабыну ұзақ жүре бермейді, ол тоқтау керек. Вот тоқтайтын кезде интерлейкин 4, интерлейкин 13 дейтін жаңағы медиаторлар, бұл да макрофагтардан бөлінеді, яғни қабыну тоқтату керек деп. Вот сол кезде моноциттерге әсер етеді. Ол мысалға жаңа біз интерлейкин 1 бұл активтедік қой, дәл солай интерлейкин 4 те оған әсер етеді да, моноциттерге уже альтернативті жолмен кетеді. Бұны М2 дейді. Бұл кезде уже қабынуға қарсы әсерлер көрсетеді. Мен интерлейкин 10, ТГФ, бета дейтіндерді бөледі да, бұл қабынуға қарсы әрекет етеді. Одан бөлек аргиназа, пролин полиаминаза, ТГФ, бета, бұлар фиброздану, тыртықтану реакцияларын активтейді екен. Жаңағы бізді сол қабыну аймағында глюкоза амин гликандардан, жаңағы фибробласттар активтенеді. Фибробласттар не істейді? Яғни ол жаққа дәнекер түсіп, яғни фиброздану, тыртықтану процестерін жүргізіп, үшінші сатысы бұл пролиферация. Көрдіңіздер ме? Міне моноциттің екі жолы бар екен. Бұл қабынуды тудыратын жол, екіншісі қабынуды тоқтататын жол. Осылай екі жолмен кетеді. Одан бөлек Т-хелперлер біз айттық жаңа, Т-лимфоциттер дедік, ол бана макрофагтармен танысады дедік. Міне гистосәйкестік кешен кезінде, міне мынау Т-лимфоциттер. Вот Т-хелперлер ғой. Т-хелперлер. Осы Т-хелперлер, оның да тоже екі жол бар екен, дәл осындай. Егерде Т-хелпер 1 болатын болса, ол өзіне интерлейкин 2, ТФН, яғни то есть интерферон, гамма, ТНФ, бета дейтін, яғни заттарды бөледі да, бұл иммундық стимуляторлар, яғни иммундық жасушаларды қабыну ошағына шақырады. Ал мына Т-хелпер 2-ге айналса, бұл кезде міне жаңағы айтқан интерлейкин 4 бұл қабынуды тоқтатады дедік. Қабынуды тоқтатады. Вот одан бөлек интерлейкин 5, интерлейкин 6, 10, 13 дейтіндер бөлінсе,
бұлар қабынуға қарсы әсер етеді, яғни қабынуды тоқтатады. Яғни бұл да пролиферация кезінде активтенеді. Ал мына екеуі бұл альтерация және эксудация кезінде. Вот осылай достар, патогенезі. Патогенезін жақсылап түсініп алыңыздар. Мына патогенезді түсініп алғаннан кейін ұмытпайтын боласыздар прям ше. Қалай әсер етті? Бір қысқаша шоу жасап кетейік. Міне. Мысалға тіне и осы сарымен міне зақымданды. Ішке бактерия түсті. Бактерияның экзотоксиндер өндірді. Экзотоксин. Бұл экзотоксиндер қабырғаға әсер етеді, арахидон қышқылын түседі. Жаңағы арахидон жолы кетеді. Одан бөлек мына жақтан макрофаг келеді, мынаны байланыстырып алады, байланыстырып алады. И онымен сәйкестенеді, Т-лимфоцитке хабар береді. Т-лимфоцит жаңағы Б-дан иммуноглобулиндер түзіледі дедік. Иммуноглобулиндер не істейді? Меш шашушылардың бетіне отырады. Және одан бөлек мына бактерияның қабырғасына келіп отырады екен. Вот осылай екен. Одан бөлек енді то есть былай отырмайды мына жерде. Бұл тек меш шашушылардың отырады. Мына жерде қызылмен белгілеп қойсақ, мынау антигендері ғой. Антигендерге осылай керісінше отырады екен. Енді одан бөлек мыналар жаңа меш шашушыларына осылай отырады. Одан кейін не істейді? Мына бактерия болатын болса, отырды иммуноглобулин. Комплимент жүйесі келеді дедік, жаңа комплимент жүйесі кетеді одан кейін, барлығын қысқаша айтып жатырмын. Одан бөлек мына жақта жаңа 12-ші фактор, хагеман фактор активтенеді дедік. Хагеман фактор активтенеді, барлығы бір мезетте жүреді. Мына жақта қан тамырының өткіштігі артады, нейтрофильдер келеді мына жаққа. Яғни мына жерде эксудация болады, қабыну ошағына келеді. Вот одан кейін фагоцитоз процесін жаңа көрсеттім сіздерге. Барлығын көрсеттім деген ойдамын. Ақпарат пайдалы болған болса, міндетті түрде конспектілеп алыңыздар, түсініп алыңыздар. Және де сіздерден сұрарым, менің парақшам, инста парақшам ТРС Тоймағанбет дейтін инста парақшама тіркеліп алыңыздар міндетті түрде. Және де конспектлесеңіздер, фотосын жіберсеңіздер и отзыв жазып кетсеңіздер өте пайдалы болады маған да, сіздерге де. Сіздер арқылы біреулер көреді бұл видеоны, олар да пайдалы білім алады. Және менің де жаңағыдай студенттерге деген жаңағы менің ортам өседі. Сол арқылы менің де контентімнің дамуына үлес қосасыздар. Және мен сіздердің де білім алуларыңызға үлес қосамын. Бары осы менде патогенез, қабыну сатылары, этиология, жаңағы бауырда қалай түзілді, С-реактивті биолог, ЭТЖ қалай түзілді, бұлар жаңағы диагностикада маңызды. Вот осылардың барлығын түсіндірдім деген ойдамын. Вот сіздерден күтетінім осы. Жақсылап оқыңыздар, жақсылап дамыңыздар. Бір жерде тоқтап қалмаңыздар, сіздерге айтарым. Және міндетті түрде отзыв қалдырып кетіңіздер.